Бұл сенің аспазың, бұл сенің аспазың, бұл сенің аспазың, бұл сенің аспазың. Шашымды сәл түзетуге рұқсат етіңіз. Жарайды. Енді 8-ші сабаққа қош келдіңіз. Сабақты мұқият қадағалағандар үшін ең алдымен бұл пайдалы болды деп үміттенемін және уақытыңызды босқа өткізбеймін. Бұл пайдалы болды деп үміттенемін. Бұл сіздің уақытыңызды босқа өткізудің орнына пайдалы болды. Балалар, сендер мұны көріп, қол астындағыларыңмен бөлісіп, оның астарында не жатқанын түсіндіңдер. Жарайды. Мен бұл сабақтарды не үшін таңдадым? Жарайды. Және, әрине, мен бүгін әпкем Калаймен сөйлестім. Бәрі жақсы, Калай менің қымбатты досым. Бұл жақын дос емес, менің әпкем Калай. Жарайды, біз жай ғана сөйлесіп, кейбір нәрселерді талқыладық, әсіресе Ignite іс-шарамыз. Мен білемін, сіздердің барлығыңыз Ignite іс-шарасының жариялануын күтесіздер. Біз бұл туралы ертең жариялаймыз деп үміттенеміз. Бірақ, не болса да, тұтану оқиғасы әлі де болады. Сіз мені көре аласыз. Біздің ең керемет серіктестеріміз бен жоғары лауазымды тұлғаларымыздың кейбірі онлайн режимінде болады. Және олардың барлығы біздің тұтану іс-шарасында тұтанады. Енді айтыңызшы, бұл оқиға жыл басы үшін неге соншалықты маңызды? Өйткені мен бәріміз ақылға қонымды түрде алаңдамай, көп нәрсеге назар аударамыз деп ойлаймын. Мен бұл жыл сайынғы бағдарламаны жылдың басында қандай мақсатпен бастадым? Оны басқа топтарда дубляждады. Мен сендер жақсы көремін. Балалар, сізге көп рахмет. Бәрің мені жақсы көретіндеріңді айтқан кезде, аспаз, мен қатты әсер етемін. Мен бәріңді өте қатты жақсы көремін. Баршаңызды бүкіл әлем бойынша бәрі жақсы. Неліктен бұл оқиға соншалықты маңызды? Менің ойымша, бұл қыркүйек айында Фуканмен кездеспегендіктен болды. Сіздердің көпшілігіңіз бұл процеске қатыса алмайсыздар. Кейбіреулеріңіз құрылымдық топтардасыздар, ал кейбіреулеріңіз шағын адамдар тобымен белсенді араласасыздар. Жарайды. Мен бас өкілі ретінде не істеуге тырысамын? Сіздің өкіліңіз ретінде, біздің ұлы құрылтайшыларымыздың өкілі ретінде, мен тонды орнатуға тырысамын. Мен сізге ұйымыңызды құруға және 2026 жылы бастауға көмектесемін. Мен 6 жастамын. Менімен 3 күн бірге болып, Арон, Адли, Сети, Дэвид Шарма, Дейв Джоэл, Калайдың өзін тыңдаудан артық не бар? Сен рок жұлдыздың кім екенін түсінесің ғой. Сондықтан сіз көптеген артықшылықтарға ие боласыз. Енді мен өз сабағыма кіріспес бұрын. Жарайды. Бәріңде әртүрлі елдерден келесіңдер. Бізде бір жағымсыз адам бар. Күте тұрыңыз. Сәл күте тұрыңыз. Мен олардың жүйеге не үшін кіріп жатқанын білмеймін. Бұл Маниш. Иә, бұл Маниш. Ол бір нәрсеге аздап ренжіді. Калай, біреу оған хабарласып, оның мәселесінің не екенін анықтайтынына көз жеткізіңіз. Бәрі жақсы. Енді әрқайсысың өздерің бір нәрсе жасайсыңдар, немесе жасамайсыңдар. Сен ұйымға, құрылымдық ұйымға жатасың. Жарайды. Міне, осы жерде сұрақ туындайды. Жарайды. Неге кейбір адамдар құрылымдық ұйымға жатады? Ал кейбіреулері жай ғана өздері салады. Қалай болғанда да, егер сіз құрылыс жүргізіп жатсаңыз, желілік маркетингте жақсы жұмыс істей аласыз. Жарайды. Сіздің жоғары басшылығыңыздан жеткілікті қолдау бар. Яғни біз. Бәрі жақсы. Сен мені әр сәрсенбі сайын көре аласың. Мені әр жексенбі сайын тікелей эфирде көре аласың және Фукан немесе басқа іс шараларға келе аласың. Бірақ құрылымдық ұйымда жұмыс істеудің кейбір артықшылықтары бар. Сіз құрылымдық ұйымның бір бөлігі болсаңыз, бизнес презентациялар немесе тренингтер түрінде болсын, күнделікті құрылымдық қолдауға ие боласыз және барлық тренингтер сайып келгенде 8 негізгі ғимараттың айналасында өтеді. Сізде блоктар бар немесе избей келіп, жеке серпіліс жасамас бұрын, көшбасшыларға арналған тренингтерден өтесіз. Сіздің бірігу қабілетіңіз бар. Бұл өте маңызды. Бірақ сіз елде жалғыз құрылыс жүргізіп жатсаңыз да, бұл жерде өсу сызығы жоқ, және сіз өзіңіздің ұлы өрлеріңізден алатын қолдауға ғана сенесіз, бұл менмін. Солай емес пе? Сенің табысқа жету мүмкіндігің кез келген басқа адамның мүмкіндігіне тең. Желілік маркетинг
бір сөзбен айтқанда, қайталануға негізделген. Бәрі жақсы. Оны қиындатпаңыз және қайталауды жасаңыз. Бұл желілік маркетингтің мәні. Мен жергілікті қолдау құрылымы аз немесе мүлдем жоқ. Нарықты өз бетінше құруда үлкен жетістіктерге жеткен көптеген адамдарды білемін. Олар сіздің негізгі өсу сызығыңыз болып табылатын виге сүйенеді. Сіз фқға келуге сенесіз. Және көптеген адамдар қай жерде болса да фантастикалық ұйымдар құруда. Сіз тиесілі ұйым. Дегенмен, егер сіз шынымен ұйымға, командаға жататын болсаңыз, өзіңізге бірінші сұрақ қоюыңыз керек. Бұл команданың құндылықтар жүйесі, қолдауы, осы команданың назары, осы сұрақтардың барлығы жарайды. Мен соқыр берілгендікке сенбейтінімді ұмытпа. Мен құндылықтар жүйесіне адалдығыма сенемін. Мен ұйымның шынайы мәніне адалдығыма сенемін. Сіз мұны түсінесіз бе? Бәрі жақсы. Және бұл өте маңызды. Сондықтан 2026 жылы осы дүниеде кім болсаңыз да, бізден қолдау ала бересіз. Мен сәрсенбідегі хабарламамды ешқашан тоқтатпаймын. Мен жексенбіде Инстаграмда жариялауды ешқашан тоқтатпаймын. Жарайды. Мен саған сөз беремін. Мен Калайға бұрын айтқанымдай, сенің бастығың әрқашан уәдесін орындайды. Әйтеуір, балалар, мен уәделерімді орындаймын. Сондықтан уайымдаудың қажеті жоқ. Ал 2026 жыл тамаша жыл. Бұл біздің сала, әлеуметтік кәсіпкерлік үшін қызықты уақыт. Неге? Өйткені мен бұл туралы Инстаграмдағы көптеген жазбаларымда және сәрсенбіде айтқан болатынмын. Біз үш нәрсеге назар аударуымыз керек. Үшінші нәрсені қосқан Сандип Калеге рахмет. Жасанды интеллект бірінші орында. Жасанды интеллект барлық жұмыс орындарын өз мойнынан алмақшы. Жасанды интеллект дәстүрлі жұмыс күшін жояды. Жарайды. Өйткені жасанды интеллект осындай адамдарды алмастырады. Жарайды. Екіншіден, бұл робототехника. Робототехника мұндай адамдарды көлік жүргізуден бастап, үйіңізді тазалауға дейін барлық деңгейде алмастырады. Үшіншісі, блокчейн. Блокчейн ашықтықтың жоғары деңгейін тудырғалы жатыр. Бәрі жақсы. Бұл кейбір дамушы елдердің үкіметтеріне тәуелділікті азайтады. Сыбайлас жемқорлық. Блокчейн осы мәселелердің барлығын шеше алады. Сондықтан алдағы бірнеше жылда әлемде, бүкіл әлемде көптеген өзгерістер болады. Бірақ бір нәрсе өзгеріссіз қалады. Бұл әлеуметтік кәсіпкерлік. Өйткені сайып келгенде адамдар қарым-қатынасты сақтайды және бұл қарым-қатынастар желілік маркетингтің, әлеуметтік кәсіпкерліктің арқасында адамдарға табыс табуға мүмкіндік береді. Сіздің өміріңізде бұрыннан бар қарым-қатынастар. Керемет. Сондықтан сіздің достарыңыз бар. Бұл керемет. Енді достарыңызбен ақша табуға болады. Керемет. Сіз достарыңызбен жаһандық бизнес құра аласыз. Сіз тауарлар мен қызметтерді сата аласыз және достарыңызбен, отбасыңызбен ыстық аймақта, жылы аймақта, суық аймақта комиссия ала аласыз. Және бұл әлеуметтік кәсіпкерлік тұжырымдамасы ешқашан тоқтамайды. Ол дамиды. Ол ең жақсы өнім санаттармен толықтырылады. Модернизациямен, сауықтырумен, технологиямен және басқалармен бірге дамып өзгереді. Бірақ желілік маркетинг тұжырымдамасы, әлеуметтік кәсіпкерлік тұжырымдамасы алдағы 100-200 жыл бойы бізбен бірге қалады. Сондықтан дәл қазір кім болсаңыз да, егер сіз Кнет және Ви арқылы біздің саяхатымызда болсаңыз, сіз де осы саяхатта боласыз. Оны байыппен қабылдаңыз. Мұны өзіңізді үйрену, өсу және жаттықтыру үшін платформа ретінде пайдаланыңыз. Сондықтан сіз дайынсыз. Сіз болашақта өзіңізді көрсетуге дайынсыз. Өзің болашаққа дайын екеніңді білесің. Бәрі жақсы. Ең бастысы аман қалу. Қазіргі әлемде алдағы 5-10 жылда жұмыссыз қалғанда сізге қосымша, күшті қосымша табыс көзі қажет болады. Және бұл қуатты қосымша табыс көзі енді ғана пайда болады. Әлеуметтік кәсіпкерлік арқылы басқа тұжырымдама жоқ. Дәстүрлі бизнес мұны істей алмайды. Бәрі жақсы. Монополиялау барлығының билігін өз қолына алады. Жақында барлық мейрамханалар әр елдегі 5 компанияға тиесілі болады. Бұл қазірдің өзінде болып жатыр. Барлық стартаптар Meta, Microsoft, Tesla компанияларына тиесілі болады. Түсіндің бе? Түсін. Барлық фармацевтикалық компаниялар біріктіріледі. Бұл болып жатыр. Балалар, монополиялау кез келген адамның дәстүрлі бизнесті бастау мүмкіндігін айтарлықтай төмендетеді. Бірақ әлеуметтік кәсіпкерлік өсе береді.
Сондықтан мен сізге осы маңызды ақпараттың барлығын айтып отырмын. Осылайша сіз жүйеге әлдеқашан тиесілі екеніңізді түсінесіз. Сондықтан уақытты босқа өткізбеңіз. Бұл сапарға байыпты қараңыз. Барлық жаттығуларыңызға қатысыңыз. Барлық жаттығуларыңызға қатысыңыз. Сіздің тобыңыздан және жүйеңізден би өткізетін барлық жаттығуларға қатысыңыз. Сіздің негізгі өсу сызығыңыз. Өтінемін, сәрсенбідегі хабарламамды қараңыз. Бұл мен болғандықтан емес, бұл сізге көмектеседі. Менің Instagram парақшамда тікелей эфирде көріңіз. Жарайды. Оны насихаттаңыз. Менің YouTube каналыма жазылыңыз. Бәрі жақсы. Ал үйрен. Солай емес пе? Егер сіз осы әлеуметтік кәсіпкерлік сапарға шындап кіріскіңіз келетініне сенімді болмасаңыз да, ең болмағанда дайын болыңыз. Үйреніңіз, дағдыларға ие болыңыз, білім алыңыз, ақыл ой қабілеттерін дамытыңыз. Парадигманың ауысуы жүріп жатыр. Бұл қажет. Сондықтан уақыты келгенде сіз бұл саланы капиталдандыруға дайын боласыз. Сіз мұны түсінесіз бе? Бұл өте маңызды. Мен сендерге 8-ші сабағымды бермес бұрын мынаны айтқым келді. 8-ші сабақ. Жарайды. 8-ші сабаққа көшейік. 8-ші сабақ. Бұл қалай екеуміздің бұрын айтқан сөздерімізге кішкене қосымша. Жарайды. Қалай сіз білетіндей, әркімнің өз жекпе-жегі бар екендігі туралы терең мәлімдеме жасар. Жарайды. Бұл мен үйренген сабақ. Мен мұны соңғы 27-ші жылда үйрендім. Мен өзімнің 8 негізгі ұстанымымда ешқашан өз болашағыңды болжамаңдар деп айтқанмын. Жарайды. Шорт пен футболка киген жігіт велосипедпен жүргендіктен ол сіздің келесі патшаңыз болуы мүмкін. Ешқашан өз болашағыңызды бір жақты бағаламаңыз. Ол маркетингтің супержұлдызы болғандықтан. Бұл оның желілік маркетингте табысқа жететінін білдірмейді. Ешқашан өз болашағыңызды күтпеңіз. Бірақ, егер сіз оны бір қадам алға жылжытсаңыз, мен үйренген бір маңызды сабақты түсінесіз. Ешқашан ешкімді алдамаңыз, өйткені сіз білмейсіз. Олар қандай шайқастарда соғысып жатыр. Түсіндің бе? Ендеше, даяшыға ашуланғанда бауырыңа, әпкеңе, анаңа, әкеңе, күйеуіңе, әйеліңе, жан серігіңе, ғашығыңа, жоғары немесе төмен кез келген адамға ашуланғанда бұл қажет емес. Өйткені сіз адамдардың не болып жатқанын білмейсіз. Көрдіңіз бе? Мен дәл қазір түнгі сағат 2:18-де тікелей эфирде жүрмін. Мен өз үйімде сенімен сөйлесіп тұрмын. Бәрі жақсы, бірақ сен менің күнімнің қалай өткенін білмейсің. Менің қандай шайқастарға қатысқанымды білмейсің. Бәрі жақсы, эмоционалды және психикалық. Сен менің басымда не болып жатқанын, жүрегімде не болып жатқанын, және өмірімде не болып жатқанын білмейсің. Сен түсінесің бе? Сондықтан мені соттау сізге өте қиын, немесе өте әділетсіз. Сол сияқты, егер біреу мен соқпас бұрын, мен шабуыл жасамас бұрын, мен оларға не істеп жатқаныңды еске салмас бұрын, үшінші ережені орындамаса, сен үшінші ережені орындауың керек. Мен алдымен олардың үшінші ережені неге орындамағанын түсінгім келеді. Мен өмірімнің 25 жылында Дато Жападан, тәлімгерлерімнен, анамнан, өмірімнің өзінен, балаларымнан алған сабағымды қорытындылаймын. Бәрі жақсы, ең бастысы түсінуге ұмтылу. Түсінуге ұмтылма. Түсіндің бе? Біз адамдар бізді түсінеді деп күтуге тым жылдамбыз. Бірақ біз оларды түсінуге де күш салмаймыз. Мен бір нәрсемен айналсам, мен ешқашан қорытынды жасауға асықпаймын. Егер біреу маған дөрекі болса, онда оның себебі болу керек. Адамдар дөрекі болып туылмайды. Түсіндің бе? Біреу мұны істеп жатыр. Біреу мұны істеп жатыр. Бұл орын алуы мүмкін. Біреу сені ренжітеді. Біреу саған шүкіршілік етпейді. Бәрібір, олар шайқастарға қатысады. Мен сізге бұрын Instagram парақшамда айтқанымдай, егер ол ұлы болып кетсе, оны тоқтатыңыз. Себебі ол сізді құртады. Жарайды. Біз айтқандай жүре бер. Бірақ, ең болмағанда түсінуге тырысу керек. Бұл тек желіге ғана емес, сіздің барлық қарым-қатынастарыңызға да қатысты. Бұл сіздің ата-анаңызға да қатысты. Бәрі жақсы. Бұл сіздің жұбайыңызға да, серіктесіңізге де, достарыңызға да қатысты. Бұл сіздің бағыныштыларыңызға да, басшыларыңызға да қатысты. Бәрі жақсы. Түсінуге тырысыңыз. Сіз олардың ақымақ екенін түсініп, қорытынды жасағаннан кейін бәрі жақсы болады. Олардың не болып жатқанын түсініп, оларды толығымен өз эголары басқарады деп айтқаннан кейін бәрі жақсы болады. Бірақ түсінуге ұмтылу, бұл сіздің бойыңызға сіңіру керек процесс.
Бұл мен үйренген сабақ. Сондықтан адамдар маған не айтса да, бұл дұрыс па, бұрыс па. Адамдар маған қалай қараса да, мен бұл шкеттерімнің қаншалықты керемет көрінетінін ешқашан түсінбеймін. Солай емес пе? Бәрі жақсы. Маған не болса да, қандай да бір қорытындыға келмес бұрын жасайтын бірінші әрекетім кем дегенде түсінуге тырысу. Жарайды. Мен адамнан тікелей сұрау арқылы, немесе жағдайды дұрыс бағаламайынша жауап бермей, басқа адамдардан сұрау арқылы түсінуге тырысамын. Содан кейін әрекет етіңіз, бәрі жақсы. Бірақ төменгі жол, сіз түсінуге тырысатын өмірмен айналысуыңыз керек. Сондықтан сіз оларды түсінбейінше адамдарға жауап беруге уақыт жұмсамаңыз. Өйткені олардың өмірде не болып жатқанын білмейсіз. Кешегі күн олардың өміріндегі ең нашар күн болғанын білмейсің. Олардың жақын адамдарынан айырылғанын білмейсің. Олардың қатерлі ісікке шалдыққанын білгендерін білмейсің. Олардың үйде қатты ұрысып қалғанын білмейсің. Біз мұны білмейміз. Сондықтан ешкім өзін жаман ұстамайды. Сондықтан олардың психикалық проблемалары бар. Оларды психиатрға жіберіңіз. Адамдар өздерін теріс ұстайды. Төменгі жол адамдар теріс әрекет етеді. Өйткені бірдеңе болды. Олардың өмірінде жаман нәрсе болды ма? Жоқ па? Олардың теріс әрекет етуіне ешқандай себеп жоқ. Ал егер оларға қандай да бір жамандық орын алса, біз жасай алатын ең аз нәрсе оларды түсінуге тырысу және оларға көмектесу. Өйткені әркімнің жаман күндері болады. Әркімнің өз проблемалары бар, және сіз ешкімнің не ойлайтынын ешқашан білмейсіз. Сіз онымен сөйлеспейінше, біреудің сезімін ешқашан білмейсіз. Менің балаларым бар. Кейде менің балаларым орынсыз ренжітеді. Бірақ мен олардың неден өтуі керек екенін білмеймін. Олар небәрі 3-5 жаста және эмоцияларын әлі толық меңгермеген. Бәрі жақсы. Сен олардың не сезінетінін білмейсің. Олардың сенімсіздігінің не екенін. Сен оларды тастап кетуден қорқатынын білмейсің. Бәрі жақсы, біз білмейміз. Сондықтан біз түсінуге бар күшімізді саламыз. Менің 8-ші сабағым өте қарапайым. Өзіңді түсінуден гөрі түсінуге ұмтылу әлде қайда маңызды. Түсінуге бар күш-жігеріңді салуға тырысу, өзімшілдік. Түсінуге ұмтылу кішіпейілділіктен, қамқорлық пен сүйіспеншіліктен туындайды. Басқа адамды түсінбей түсінуге ұмтылу тек таза тәкаппарлықтан туындайды. Сен мұны түсінесің бе? Сондықтан, адамдардың сені түсінгенін қалауың мүмкін. Бұл әділ. Бірақ сен де оларды түсінуің керек. Өйткені сен бір нәрсені түсінуің керек. Және мен бұл салада 27-ші жыл емес. Соңғы 30-шы жыл ішінде 3 жыл бұрын таңғажайып компанияда жұмыс істегенімді түсінемін. Мен оқыған Dexta EG деп аталатын таңғажайып жоғары деңгейлі компания. Өте көп. Осы салада жұмыс істеген соңғы 30-шы жыл ішінде мен желілік маркетингте табысқа жетудің кілті, желілік маркетингте табысқа жетудің басты кілті екенін түсіндім. Фактор. Мен қарым-қатынасты басқарумен айналысамын. Бұл адамдарды түсінудің маңызды факторы. Мұның бәрі қарым-қатынасқа байланысты. Мен бөлмедегі жағдайды оқимын. Кішіпейілділік сезіміне негізделген адамды оқимын. Міне, менің құпиям. Бұл дұрыс па, жоқ па, білмеймін. Бірақ менің құпиям мынада. Мен негізін қалаушыларды жылдар бойы бақылап жүргенімді білдім. Мен өзіме қамқорлық жасайтын жерден келдім. Және менің қарапайым философиям кейде маған көп уақыт пен күш жұмсауды қажет етеді. Мен адамдардан ешқашан көңілім қалмайды. Мен әр адамның бойында мейірімділік бар екеніне сенемін. Мен әр адамның бойында шексіз әлеует бар екеніне сенемін. Мен тіпті ең қас жауда да бір нәрсені үйренуге болатынына сенемін. Жарайды, мен бұған сенемін. Нық. Менің ойымша, қазіргі уақытта адамзат үшін бәрі жақсы емес. Бірақ егер біз өз желімізді басқаратын болсақ, жеке өмірімізді үлкен қамқорлықпен, сүйіспеншілікпен және түсіністікпен басқаратын болсақ, әлем жақсарады. Бірақ
Менің қарапайым өмірлік философиям, соның ішінде 8-ші сабағымда, мен түсінуден гөрі көп нәрсені түсінуге тырысамын, және одан ешқашан бас тартпаймын. Адамдарға сенемін. Мен адамдардан ешқашан бас тартпаймын. Мен адамдардан ешқашан бас тартпаймын. Түсіндің бе? Әр адамның әлеуеті зор. Сізге тек анықтама табу керек. Және сіз бұл кілтті тапқан кезде, олардың шексіз әлеуетін ашасыз. Олар сіздің сол жағыңызда және оң жағыңызда сіздің басты патшаңыз және патшайымыңыз болады. Бірақ бұл кілтті табу уақытты қажет етеді. Кешке көп кофе ішу керек. Адамдардағы тосқауылды бұзу керек. Шекараны бұзуды үнемі орнатып, қалпына келтіру керек. Бұл үлкен шыдамдылықты, сүйіспеншілік пен қамқорлықты қажет етеді. 8-ші сабақ. Басқа адамды түсіну әлдеқайда маңызды. Бұл жағдайда ол адамның сізді түсінуі немесе сізді түсінуі маңызды. Сіз бұл дағдыны меңгергеннен кейін, айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынасыңыз берік және адалдығыңыз берік болады. Сіз қуатты командалар құрып, әлеуметтік кәсіпкерлік деп аталатын осы тамаша салада үлкен жетістікке жетесіз. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Сондықтан мен сендерді жақсы көремін. Ертең бізде 8-ші сабақ болады. Біз оқу жылының соңына таяп қалдық. Қазір 52-ші апта. Бүгін атақтың көтерілуінің соңғы аптасы. Сондықтан оны итеріңіз, ажыратпаңыз, алаңдамаңыз. Мен саған жаңа жылды тойлама деп айтпаймын. Мен саған жаңа жылды тойлауды бірінші орынға қоймауыңды айтамын. Басымдық әлі де 52-ші апта болу керек. Басымдық әлі де тат болу керек. Басымдық әлі де 3-ші ереже болу керек. Балалар, сендер менімен біргесіңдер ме? Жоқ па? 3-ші ережені сақтаңдар. Осы айда барлығы мұны жасайтынына көз жеткізіңіз. Өйткені сіз 20-ға керемет жылдамдықпен кіргіңіз келеді. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Мен бәріңді қатты жақсы көремін. Мен әр кеш сайын эфирге шығып, оны асыра алмаймын деп үміттенемін. Менің даусымды тыңдап, менің керемет жүзімді көруден жалықпайсың деп үміттенемін. Бәрі жақсы. Мен сендерді қатты жақсы көремін. Балалар, өтінемін, бүгін немесе ертең менің сүйіспеншілігім мен құрметімді ата-анаңа бер. Неге екені белгісіз, мен бүгін саған осыны айтқым келеді деп ойлаймын. Анам мен әкем енді жоқ. Бәрі жақсы, әр жаңа жылда біз ата-анамыздан бата сұраймыз. Ал менің бата сұрайтын ешкімім жоқ. Сондықтан мен үшін 2026 жылға ата-анаңнан бата сұра. Жарайды. Балаларыңды құшақтап, ірімшік ағай, аспаз ағай, оларды қатты жақсы көретінін айт. Жарайды. Ертең түнгі сағат 2:00 шамасында 9 сыныпта кездескенше 8-ші сабақ. Әрқашан түсінуге тырыс. Жарайды. Мұны түсіну қажеттілігінен маңыздырақ еді. Жарайды. Түсінуге ұмтылу кішіпейілділікті білдіреді. Түсінуге деген ұмтылыс көп жағдайда менмендіктен туындайды. Бұл қателікті жасама. Адамдардың басынан өткеріп жатқанын түсіну арқылы қарым-қатынастарыңызды нығайтыңыз және әрқашан қамқорлық пен сүйіспеншілікті дәйекті түрде көрсетіңіз. Осылайша сіз күшті командаларды құрасыз. Осылайша күшті байланыстар жасайсыз. Жарайды. Сондықтан сіздің бастығыңыз, мен сендерді қатты жақсы көремін және сендерді сағындым, дейді.